Кітап нөмір 182 Әди Шәріповтің «Көргенім, көңілге түйгенім» атты мемуарлық шығармасы, еңбегі. Енді жалпы Әди Шәріповтің өзі 1912 жылы 19 желтоқсанда қазіргі Абай облысының Жарма ауданындағы Қалба тауларының бөктерінде дүниеге келген, және 80 жасына толған кезінде 1993 жылы 4 қарашада қайтыс болған. Қазақ елінің айтулы жазушысы, қаламгері, ұстазы, көптеген жылдар министр болған қоғам қайраткері. Енді бұл мемуарлық еңбегінде көптеген ақын жазушылардың, қоғам қайраткерлерінің, басшылардың мінездемелерін, жалпы өмірдегі оқиғаларын келтірген екен. Енді басынан бастасақ, ағалар деген бөлімнен басталады. Бұл кісі сонау Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин, Ілияс Жансүгіровтердің кезінде студент болған. Сол кезде осы Ілияс Жансүгіровтің көмекші ретінде қызметке орналасады. Сол орналасу барысында ол кісі «Жолдастар» деген роман жазып атқан екен, және өзі қаладан сырт жақтағы шығармашылық үйге орналасып, сол жерден осы өзінің романын тәмамдайды. Сол екі ортада тәмамдаған романды қалаға Машинкеге бастыру үшін осы Әди Шәріпов барып алып кетіп жүрген екен. Кейін осы айтулы ағалар сотталып репрессияға ұшырағаннан кейін комсомол болып жүрген Әди Шәріповке де оның салқын лебі тиеді. Содан кейін ол кісінің осындай ұлт, тырнақшаның ішінде халық жауларының көмекшісі болған, астыртын олармен байланыста болған деп, бұл кісіні де комсомолдық билетін алып, жаңағы ұйымнан шығарып тастайды. Бұл кісі сол кезде оқу әлі тәмамдамаған 3-ші курс студенті, бас сауғалап басқа мемлекетке кетуге мәжбүр болады. Сөйтіп Түркменстан жеріндегі Красноводск қаласы, қазіргі Түркменбашы қаласынан бірақ шығады. Өзінің мамандығы бойынша сол жерде мектепке орналасып, мұғалім болып, кейін сол жерде оқу ісінің меңгерушісі болып көптеген жаңағы еңбегін аямай төгеді. Бір жылдан кейін жұмыс барысымен Алматыға келіп, кейін сол жердің директорыменен жаңағы сол кісілердің көмегі арқылы Мәскеуге хат жазып, өзінің жақсы жағындағы мінездемелерін көрсетіп отырып, ақталып, қайтадан оқуын жалғастырып Алматыға қайтады. Алматыға келгеннен кейін жаңағы оқуын жалғастырып бітіріп, алғашқы жылдары Қаскелең жерінде мектепке мұғалім болып орналасып, сол жақта қызмет етіп жүреді. Сөйтіп жүрген кезде соғыс басталады, және әскерге алады. Әскерге бара салысымен аяқ асты соғыс басталады. Соғысты бірден жаудың қоршауында қалып қояды. Сөйтіп көптеген жыл бойы 3 жылға жуық партизан отрядында қызмет етіп, көптеген ерліктерін көрсетеді. Кейін 44 жылы елге оралып, сол жерде жаңағы әйеліне барған кезде өзінің кішкентай ғана бір қыз бір ұлының жаңағы қайтыс болып шетінеп кеткендігі туралы хабар естіп қатты күйзеледі. Сол кезде оның жақын жолдасы Тайыр Жароковпенен тығыз қарым-қатынаста болады. Ол кісі сол жерде қазіргі тілде военком болып қызмет етіп жүрген екен. Енді жалпы көптеген басқа да ақын жазушылардың тағдыры туралы көп жазған екен. Бұл кісі енді қоғам қайраткері болған. Сол соғыстан келгеннен кейін оқу-ағарту министрінің орынбасары болады көптеген жыл. Одан кейін сол министрдің өзінің лауазымына отырады 20 жылдай жуық. Кейін жазушылар одағын басқарады. Көптеген қызмет атқарады. Және сол атқару барысында, мәселен, Абайдың 100 жылдығына бұл кісі атсалысып, осы кісі жауапты болады. Сонда кәдімгі аңыз адам Қажымұқан, Мұхтар Әуезовтермен бірге осы Абай жеріне барып, сол жердегі үлкен тойды атқарады. Сонда Қажымұқанның көптеген қызықты оқиғаларын айтады. Қажымұқан бұны Әди демей Шәріп деп көптеген қызықты оқиғаларын келтіреді кітапта. Және Қажымұқан сол кездегі салмағы 216 килограммдай болған екен. Өте алып кісі болған дейді. Әуезовтің әңгімелерін келтіреді. Және Сәбит Мұқановтың 70-ке толған кездегі де іс-шарасын осы кісі басқарған екен, комиссияның төрағасы болып. Сол кісіге еңбек ерін алып беру үшін көп жанталасады, бірақ Димекеңмен, яғни Дінмұхамед Қонаевпен Сәбит Мұқановтың арасындағы сондай бір өкпелердің болуына байланысты ол кісіге еңбек ері деген орден бұйырмай, тек Ленин орденін ғана алады.
сол кездегі болған жағдайлардың бәрін баяндап өтеді. Енді жалпы басқа да Мәлік Ғабдуллинмен жақсы жолдас болған екен, осы Тайыр Жароковпенен отбасымен, әйелдерімен араласқан, жақын жолдастары болған, көптеген қызықты оқиғаларды келтірген екен. Енді бұл кісінің туған жері туралы айтып кетейік. Қалба тауларының баурайында дүниеге келген. Әкесі қажылыққа барып сол жақта қайтыс болып сол жақта қалған екен. Анасы өзінің әкесінің ағайынына әмеңгерлікпен шығып, бірақ сол ағасының біраз теперіш көреді. Кейін анасы, бұл кісінің 16 жастар шамасында анасы да қайтыс болып, сонымен жетім күйінде бұл кісі Семейге барып жұмыс істемек болып, біраз оқымақ болып біраз жүреді. Сол 31 жылдардың ашаршылық кезіндегі Семейдегі хәл ахуалды жазып кеткен. Кейін оқу іздеп Алматыға келеді. Сол Алматыдағы кездерінде жақсылап тұрып баяндаған. Енді көп жалпы әдебиет сүйер қауым үшін, жазушылар қауым үшін міндетті түрде оқып шығу керек. Бұл өзі 366 беттен тұрады. Бұл негізінен Әди Шәріповтің қайтыс болар алдындағы жазған мемуарлары деседі. Әйелінің бір сұхбатынан естіп қалдық. Бұл жаман аурумен ауырып, осы қайтсем де осы еңбегімді жазып кету керекпін деп әдемілеп тұрып көркемдеп жазып кеткен екен. Тамаша шығарма. Жалпы әдебиет сүйер біздер үшін бұндай еңбекті таптырмас еңбек болып табылады. Жақсы, енді келесі кітапқа өтейік. Келесі оқитын кітабымыз Тайыр Жароков «Күн тіл қатты».